Достар, бүгін сіздермен осындай жұмсақ болып шығатын мясной пирог пісіреміз. Яғни етті бәліш. Ең алдымен жылы сүтімізге жұмыртқамызды қосып аламыз. Үстіне дәміне қарай тұз қосамыз. Жақсылап араластырып, сары майымызды саламыз. Ұнымызға қопсытқышты салып, араластырып аламыз. Ұнымызды аз-аз мөлшерден салып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Онды көрсетілген мөлшерден көп салып қоймаңыздар, өйткені қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Енді июін қану үшін бетін жауып жарты сағатқа қалдырамыз. Оған дейін ішіндегі салмасын дайындаймыз. Салмасы өз қалауларыңыз бойынша салуға болады. Мен картоп, пияз, филе және де фаршты қостым. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де томатты қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыздың июі қанғаннан соң, қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп шығамыз. Бір бөлігі кішірек, ал екінші бөлігі үлкенірек болуы керек. Ең алдымен үлкен бөлігін жайып аламыз. Қалыңдығы 1,5 сантиметрдей болады. Фольга немесе пергамент қағазын үстіне жайған үлкен бөлігін алып, оның үстіне салмасын салып шығамыз. Қалған екінші бөлікті де жайып шығамыз. Жайып болған соң, бетіне әдемі қылып жауамыз. Одан кейін осылай шет жағын әдемілеп өріп шығамыз. Вилканың көмегімен тесіп, жұмыртқаның сарысын бір келкі етіп жағып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе мак сеуіп шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен осы уақытқа дейін жасаған мясной пирогтарым үнемі қамыры қатты болып қалушы еді. Енді мен керемет рецепт таптым. Тек осы рецепт бойынша дайындаймын. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!